Кейде бәрі бар, бәрі керемет болғанда да, адам байғұстың іші пысады ма, күтпеген жерден қылық шығаратыны бар. Жасы 50-ден асқанда Сайраның кеуі күнде уақытында әзір тұратын дәмді тамақтан. Кірсе шыққысыз, жарқыраған келісті үйінен. Осы кезге дейін бір көрпені бөліскен әйелінен өз еркімен бас тартып, кетті де қалды. Еркектің романы екі себептен өрбейді. Бәрі тамаша болса, немесе керісінше болғанда. Сәкеңнің жағдайы шынымен де кісі қызығарлықта еді. Есейген ол қызы бар, көлігі жаңа, үйінен бөлек жалға берген пәтері, ағайын ортасында басының сыйы әжептеуір. Бәрі өзі басқаратын мекемеге жаңа қызметкердің келуінен басталғанды. Әдетте, ұнатудың екі себебі болады ғой. Адам келесі адамнан не өзін көреді, не өзінде жоғын көреді. Өзінікі осының қайсы екені Сәкең ой жіберіп жатыр деймісің. Әйтеуір, сол қыз көзіне көрінбей қалса, мазасы кететін болды. Оған ұнауға тырысып, қасына жақындау үшін сылтау іздеді. Талдырмаш сұлуда бәле екен өзі. Осыны байқаса да тәксінген суық қабақ танытпады. Көздері тесіп қалса төмен қарап, болар-болмас жымиғандай болады. Содысымен еліктіреді. Тіпті жас уағында да Сәкең тап осылай алабұртпаған шығар аузыра. Әйтеуір, оны көргенде көңілдетіп кетеді. Оңашада өзінен өзі жиірек жымиятын болды. Есі ауысқан емес. Оны көрген сайын ішінен осы өмірге келгеніне қуанатындай. Сезім барда кейде күнә жүретін, тыйым бар жерде оның өтеуі барын білсе де, Сәкеңе екі арада бірдеңенің басталып келе жатқаны соншама таңғаларлық көрінбеді. Және бұл қарым-қатынастың кез келген уақытта басталып, ойламаған жерден аяқталатынына да көз жететін. Бұл өмірде бәрінің де соңы бар ғой, десе де. Сәкең романтикалық саяхатын аяқтағысы келмеді. Ұнатуын қоя алмады. Екеуара әңгіме жарасты. Оның даусы қандай десеңші. Сыңғырлап тұрады. Күлкісі сиқырымен арбайды. Қайта-қайта естуден шалықпас еді. Сымбаты қандай. Осынша нәзік болып та жаратылады екен-ау әйел заты. Еркелігі қалмаған мінезі ше. Аузын бұртиып өкпелегені өзіне үйлесе қалған. Оған қараған сайын Сәкеңнің көзі қуанады. Өмір деген айналып келгенде тек қана міндеттен, мораль мен тыйымдардан тұрып, ақыр аяғында ажалмен аяқталатын бірдеңе деп, оның мәнін тамтарылтып жіберген қайсы екен. Өмір деген махаббат екен ғой. Бұны бір қолдаса, бұның айып емес деп, тек қана романтиктер ғана қолдар еді. Өйткені бұл романтик дегендердің жартымы бетімен кеткен, жүгенсіз гормондардан тұратындықтан, олар махаббатты кезіктіргеннің өзі осы өмірдегі сирек кездесетін ғаламат емес пе дегеннен басқаны ойламасы анық. Сәкең де жас адамның жанына еніп, жас дененің қызуын сезінді. Бір жағынан әлеуметтік қоғам таңған, шамасы жеткені, жас әйел алуды мақтаныш көрген, жаңа сәннің еліктіргенінде бар. Қызметі мен соған сай жиған тергені бар. Еркек төсек жаңаласа, оны кім айыптайды? Шамасы жетсе алсын. Жаңа әйелмен жаңа өмір басталады емес пе? Жас әйелмен жасарады деп өзі өрейді, айналасы. Сәкең де соңғы кездері жасарды. Адам кейде өмірді жаңа қырынан таныса да жасарады. Өйткені әуел оның жүрегі қуанады. Жүрек қуанды деген, қуаныштың молекуласы миға жиналды деген сөз. Айнаға жиі қарақштауды шығарған Сәкеңнің ойы да көбейген. Мүмкін, бар мәселе өмірдің мәнін іздеуде жатқан шығар. Сөйтіп Сәкең жарты ғұмырын бірге өткізіп, осы кезге дейін бұған ненің жақсы, ненің жаман екенін айтып, кіммен араласқан дұрыс, кіммен араласпау керектігін үйреткен әйелін тастап, өзі жас, әлі өмірді танып үлгермеген тәжірибесіз, ақымақтау, сонысымен сүйкімді ғашығына асықты. Өзінің осы кезге дейін жинаған өмірлік білімі мен тәжірибесін сонымен бөліспекші болды. Баяғыдан бері қасында келе жатқан әйелінің алдында бұл әрине қиындау. Бұны бес саусағында білетін Сайраның көзі бұны жаңаша қабылдай алмады. Ал жас әйелдің алдында Сәкең жас әрі сергек, жайдары, көші тасып тұрған күйде көрінетін. Соның алдында ғана шашына ақ десе де ішкі дүниесі жас еді.
Алғаш үйленгенде бұл жас жігіт еді. Өмірді жаңа бастаған, тірліктің есебіне шорқақтау. Кезетте өзіне сенімсіздеу көрінетін. Сайра екеуі кейде тату, кейде қату кәдімгідей. Ел қатарлы тұрып жатты. Кейде мінездері үйлеспей, ашулары қатар келіп, аядай пәтерде даулар көтеріліп, Сайраның бірнеше рет әкесінің үйіне кетіп қалған кезде болған. Жастық пен ақымақтықтан аяғы тұсалғаннан бері балалардың жанына жарақат салмас үшін ажырасуға бармағанын, солар ештеңеден таршылық көрмесін деп тыным көрмегенін ешкім жоққары шығара алмайды. Екеуінің қаншама жылы бірге өтті. Тіпті жүректерінің қағысына дейін ұқсап кеткендіктен ол Сайраны әлі де шек көрмейді. Ең жақыны да сол екенін біледі. Әлсіз тұстарында көрген, кешіре білген, қиындықтан өтуге, жаңа қасиеттеріңді ашуға көмектескен адам бара-бара досың сияқты болып кетеді екен ғой. Досыңа қайтадан ғашық бола аласың ба? Сәкеңнің басы қатты. Екі әйелді қатар ойлады. Екі әйелдің сөзі мен әрекеті бір-бірімен мүлдем сәйкестенбейді. Ештеңеге қуанбайтын, жоқ жерден бір мәселе тауып алып көңкілдеп жүретін үлкен әйел мұны тергеп болатын. Кешіксе де, телефонмен ұзақ сөйлесе де, көмән келтіре беретін. Ал жас әйел үшін жердің бетінде сәкеңнен асқан қалжыңбас жоқтай. Бұның әр айтқан қалжыңына жексілесі қатып күліп, бұның қуанышымен жеңісін өзінікіндей көріп, құрбыларының алдында мақтанатын. Сол кезде сәкең жас әйелдің әдемі көздеріне қарап отырып Сайран ойлайды. Оның бұған дәл осылай еркелей, қиыла қарамағанына қанша жыл болды екен? 20, әлде 25 жыл ма? Адалдық дегеннің өзі көп жағдайда өзіне тыйым салу. Өзіне тыйым сала алмайтынын түсінген сәкең ақырында махаббатқа, романтикаға, өзінше әлде бір мағынаға толы жаңа өмірді таңдап, кешіксе жауаптамайтын, бірдеңені қызыл кеңірдек болып дәлелдемейтін, айқайласпайтын жаққа өтті де кетті. Сөйтіп бір кеште жұмыстан келе сала, асығы жиналып, тізе бүкпестен тік тұрған күйінде Сайраға бар жайды ашып айта салды. Ештеңе жасырмады. Бірнеше рет сапарға кеттім деп осы қаладан ұзамағанын да мойындады. Бірақ мен сені тастамаймын деді ол, бәйбішесін жұбатқандай. Тастамаймын дейсің бе деп қайта сұрады Сайра, табағына бірдеңе тіреліп тұрып. Мен саған зат екенмін ғой, балаларға не айтасың? Оларға өзім түсіндірем. Сендерге жас шеше таптым дейсің бе? Сайра, қойшы, келіп тұрамын ғой. Балаларға келіп тұрамын, саған да. Келме. Кетсең одан әрмен деді зілді дауыс. Ол Сайраны баяғыдай болқан-талқан болып, үйді басына көтеріп, айқайлап жер-жебіріне жететін шығар. Мен білгем, сезгем деп, ебілде-біле шығып жылайтын шығар деп күткен. Сол жеңіледі өзіне. Бірақ былайғы уақытта ашуы қазан қайнатарлық Сайра бұл жол долданбады. Тіпті үнсіз қалды. Сәкең әрі таңғалды, әрі қысылды. Сол күйі үйден шығып кетті. Өзінің осы сәтте не кешкені Сайраның өзіне аян. Ол тастанды күйде еді. Бұған дейін құрбыларынан естіген, о жақ бұ жақтан қаңғып жеткен сыбыстар жүрегін ауыртса да, күйеуі тап осылай істейді. Екі кештің арасында кетіп қалады деп ойламаған. Көтпегенде. Ызадан жарлардай болды. Тек ол кеткен соң ғана көз жасына ерік берді. Күйеуі бұдан неге жерінді, неден суынды? Осынша жыл бірге тұрғанда көңілі қалған жері бар ма? Мүмкін кейде қызғаныштан, кейде болмаштан ұрыскері шығып кеткен шығар. Кейде ақшаны оңды-солды жұмсайтынына айқайласып қалатын болар. Бірақ сол үшін де бір жылға кетем екен. Еркек болып адымын ұзартып аз уақыт қызықтаған үшін кешірім сұраған болса, бұл қанша өкпелесе де ондай кімнің басында болмайды дегенге жеңдіріп кешірер еді ғой. Бірақ бұны тастап кеткені мүлдем бас тартқаны ма? Осы уақытқа дейін сүймеген ме? Ешқашан жақсы көрмеген бе сонда? Сайраның ол әйелден қай жері кем екен? Жоқ, бұл да өзін нағыз әйел есептейді. Ұстаған дүниесі, пәсірген тамағы қандай. Күйеуінің бұдан алыстауы қашан басталып еді дегенге бас қатырып, әрі-бері ойлап көріп еді. Бастық болғалы жұмыс көптеп ерте кетіп, кеш келетін кезі көп екен. Күйеуі басшылық қызметке тұрғанда Сайрада қуанған.
Ақша көбейген үстіне көбейеді деген. Саусағындағы сақиналарын ауыстырып, қымбат тон алған сайын қуаныш сезіміне билеткен. Бірақ кейде қуаныш дегенінде бір жақтан жел соқса, сейле беретін түтін сияқты болғаны ма? Ақшаның еркіндік әкелетіні рас екен. Ақша бітіп еді, күйеуі өзгере бастады. Кездесу мен жиыны аяқ астынан іс сапары көбейді. Содан басталған екенде. Күйеуі кетіп қалған бастапқы уақытта Сайра басының сақинасы ұстап жатып қала беретін болды. Бір күні әйелдік әуестік жеңіп, бұған айырбастап кеткені кім болды екен деп, әзәзілді сырттан көргісі келді. Бұның күйеуінің есін алып еліктірген қай кісі екен? Қандай әйел? Шіркін-ай, не мүсіні не көркі ақ тегізетіндей болмас екен. Көп кездесетін кеспірсіз біреу болса екен деген. Тек бойы басын көтіп қалған ажарлыда сымбатты келіншекті көргенде барып оның сұлулығы мен жастығының алдында жеңілгенін мойындаған. Сайраның жаны мұңыл еді. Бұрын соған мән бермепті де. Сенген адамың опасыздық қылып, көңілін қалғаннан кейінгі ештеңеге селт етпеу. Жаныңда жақсы көру сезімі жоғалып, бәрінен немқұрайлы болған кезде, бос кеңістікте өзіңнен өзің ілініп тұра береді екенсің. Жан-жанға қарамансаң таянышқылар ештеңе жоқ. Сол кезде әлдекім жақындап жаныңа жылы тиер сөз айтса екен дейсің. Сонда ол сені міндетті түрде жарыққа алып шығар еді. Өйткені адамдардың саған деген ықылас ниеті де тұтатқыш. Кейде жай, кейде қатты. Кейде бықси жанса да бастысы шоқ береді. Обалы қане, бұның жаны мұңлы кезінде құрбылары қасынан табылды. Жастық шағынан бірге келе жатқан қызба мінезі құрбысы, төкте қайғырма, кетсе соңынан бір уыс топырақ. Тегеттен сотпен ажырасып өзіңнің балалардың үлесін бөлсерде аузыңды ашып дымсыз отырып қалма. Бүкіл жиған терген жас қатынға кетіп қалмасын деп ақыл берді. Балалар болса өсті, ертең өз жөнмен кетеді. Соған ерегескенде күйеуге шығып алшы бәлем деп қайраты туысап кесі. Тек біреуі сабырлысы ғана Сәкеңнің бұл ісін не дұрыс, я бұрыс демеді. Бар болғаны Сайраны, бәрі уақытша, бір күні өзі қайтып келеді деп шұбатты. Қайтып келмей-ақ қойсын. Енді оның маған не керегі бар? Осынша жыл бірге тұрып баласын туып, қонағын күтіп отырған мені беті жылтыр қуыршақ қайырбастап сатып кеткен адамды өлсем де кешірмеймін. Өлсем өлейін, енді оны осы үйдің босағасына жақындатпаймын. Оның атында естігім келмеді деп тұлданды Сайра. Кешірмеу сенің оған деген көңіліңе байланысты ғой. Егер ол қайтып келсе, ал сен әлі жақсы көрсең, бұл қиын болса да кешіресің. Меніңше оныкі уақытша әуейлік. Құрбысы осылай деп отырып әлдеқашан суып қалған шайды қасықпен сапыра түседі. Жоға атама, тіпті атында естігім келмейді. Балалардан аулақ. Қызықсың Сайраш. Кешіресің бе, кешірмейсің бе, шешім өзіңдікі. Бірақ балаларына жақындатпаймын деуші болма. Ол қандай болса да опасы десең де, сол балалардың әкесі, сенің балаларың, одан басқа кімге керек? Оның үстіне еркек деген табиғатынан полигам емес пе? Кейде олардың сезімі өздеріне бағынбайды. Бұл құштарлық деп аталады. Тіпті олар сөйткен күннің өзінде де сұлу әйелді көріп естері ауып кетсе де, өздерін адалмын деп есептейді. Көр де тұр. Құштарлығы басылады, сезімі суиды. Сол кезде есі кіреді. Есі кіргенде саған қайтып келеді дейсің бе? Оған рахат екенде, қаласа кете салады, қаласа қайтып келеді. Сонда мен кіммін? Не үшін оны қайтадан қабылдауым керек? Күйеуім болса да, балалардың әкесі болса да қалған көңіл шыққан жан. Мен оны кешіруге де есіркеуге де міндетті емеспін. Бұдан әрі Сайра көз жасын ірікпейді. Өкпемен өзін қор сезінуден шыққан көз жастары оның томпиған бетінен сырғып түсіп үлгермей етті. Жұмсақ алақандарының арасында жоғалады. Мейлі, өзің білесің. Бірақ о баста одақ құрған екі адамның арасында қадайда болсын, бір көпір қалады. Екеудің көпірі. Ол көпір ескіме табаны әлсіз бе, бәрібір атты көпір. Біреуі басқа бағытқа бұрылып кеткенде, екіншісі сол көпірді өртеп кетудің қажеті жоқ. Күндердің күнінде екеудің біреуі сол көпірмен кері оралғысы, қайтып келгісі келуі мүмкін ғой. Мүмкін.
Мейлі өкініп болсын, қайтып келеді. Өмірде бәрі болады. Сайраның құрбысы соғып қалған шайды сораптап отырып, айтқаннан қайтпады. Күндер өтіп жатты. Егер өткенді қайтара алмасаң, ештеңе өзгерте алмасаң, қолда барын жақсы көруің керек. Сайра енді 2 баласын ғана ойлады. Ендігі жұбаныш үмітім осылар ғой дегеннен бе, балаларына бұрынғыдан да елжірей түседі. Күйеуін үйге қайтару үшін ешқандай қолыққа бармады. Ортаға балаларды салуды да ойламады. Бұл тәсілі бір жолға пайдаға асуын асқанымен бәрібір уақытша болар еді. Ол балаларға әкесін жамандамады да. Керісінше, әкелеріне өкпесін жасыра алмай, торсаңдаған екеуін тыйып тастағаны бар. Ішінде бірдеңе қатып қалса да күйеуі бірде киім-кешегін алып кетуге. Енді бірде балаларын көріп шығуға келгенде оны бұрынғыша қарсы алды. Шай ішесің бе, дейді Шайбарақат. Жоқ, әуреленбе. Күйеуі ылғи асығыс. Балалармен біраз отырып әңгімелескен болады да тайып тұрады. Енді бөгелсе, Сайра оны ұстабалардай алдартына қарамайды. Сонысына ашуы келеді мұның. Кейде ол балалардың шаруасымен хабарласқанда аяғасынан оған деген жыны қарсы тұрып, шымшып сөйлеп, қайтыға жауап бергісі келсе де өзін ұстайды. Көбіне я жоқ деп қана жауап береді. Өйткені тап осы кезде бұрынғыша аттың басын жіберіп, сөйлей бастаса терезенің 3 қабатты шынысы шытынап бәрі қирап түсетіндей. Егер бәрін қиратып жер бетіндегі ең лас сөздерді айтып тастаса, еркегі адам төзбес осындай мінезі бар әйелден құтылғанына қуанып тұрып, өз шешімінің дұрыс екеніне ешкімін келтірмес еді. Сайра осылайша ашуын тежейді. Онымен бірге өткен жылдарын сыйлайды. Тіпті ештеңеден үміт етпесе де оның көз алдында ізетке лайықты әйел ретінде қала алатынын біледі. Егер сезім ортақ болса, екі арада бала дүниеге келіп, кейде әнде туып жатады. Бірақ ол әннің көбіне мұңлы келетіні бар. Соңғы кездері Сайра телефоннан осындай шерді қозғайтын әндерді тыңдайтын болды. Күйеуі кеткелі ештеңеге зауқы жоқ. Өйткені жанында махаббат жоқ. Күйеуімен өткізген жақсы кездерін ойлаған сайын ішінде бірдеңе өтінетін сияқты. Ол кейде тек бір жаққа шығарда емес, үй ішінде де күйеуі үшін сәнденіп, оңашада қылық көрсетіп, кейде әлденеге өкпелей тұрып беріліп. Осының бәрін соншама ынтызарлықпен орындауды білетін әйел болғысы келетін бір тілегін жанының тереңіне жасырады. Ютубтан скрипканың мұңлысасын тыңдаған сайын жастығы суланады. Адам дегенің жалпы мықты нәрсе ғой деп ойлайды скрипка үнін тыңдап жатып. Құрағаштың өзінен ақ осындай аспап жасап шығарады. Ал аспап сыңсыған саз төгеді. Ал егер адамның өзінің жаны мұңға батса, оның өзі аты адам бола тұра ештеңеге пайда аспайтын, құр қауқиған ағаш сияқты болып қалады. Мысалы, қазір бұның өзі сол іші бос кеуек ағаш сияқты емес пе? Қайдағыны ойлап жатып, басына түспесе адам қараптан қарап, ой кешпеді екен ғой, дейді. Міне күні кеше ағайын туыстың тойында ұзатылған қызға еріп, аяғын кербез басып, қайныларын қағытып, ортада шайқалып, билеп, саңқылдап, сөйлеп жүретін Сайра енді бұрынғыдай қонаққа баруды қойды. Қыдыруға зауқы жоқ. Бәрі бұған қарап, әне қараңдар, бұл әйелді күйеуі тастап кеткен деп саусағын шошайтып көрсететін тәрізді. Көрсетпесе де іштерінен неменесіне жетісіп қыдырып жүр деп ойлап тұрар анық. Осылайша арада 7 ай өтті. Соңғы кездері Сәкеңнің көзінің асты қалталанып тұратын болған. Біртүрлі көңілінің хошы жоқтай, біртүрлі шаршаңқы көрінеді. Бірдеңені уайымдайтын секілді ме? Әйтеуір жүзінде бір ой бар. Кейде өз ойымен болып кетіп, орынбасарының не айтып жатқанын түгел ұқпай қалады. Оны басқалар да байқайды. Сәкеңнің жаңа қосылған жас әйелі сұлу екені рас. Сұлу әйелдер көбіне тәкаппар, мінезсіз келетінін және сонысы өзіне үйлесіп тұратынын Сәкең білетін. Оның ойынша, егер әйел ұсқынсыз болса, оған мінезсіздік те үйлесімсіз. Өзі ұсқынсыз болса, оған тәкаппарлық қалай үйлеспек деп ойлаушы еді Сәкең бұрын. О баста жас әйелдің жастық қуаты мен жүректі шарпып өтер жалыны көш беріп жасатады дегенге өз басы иланған. Өзін оның алдында жарқыратып танытып,
осы уақытқа дейін жиған өмірлік тәжірибесін берсе, жас әйелден мақұлдау көріп, соны ғана қуантса, кейбіреуі 2, тіпті 1-3 әйел алып үлгерген отанның көз алдында өзінің де қадірін артырса деген. Соңғы кездері оған да өзіне де күмәні көбейді. Өзі сұлу, өзі жас әйел, бұл ойлағандай сезімшіл. Күйеуіне аса құштар көңілдің есі болмай шықты. Оны Сәкең көп ұзамай түсінді. Жас әйелі мұны тек көз айтқанмен жүргізгісі келеді. Оған өзінің ғана қалауы маңызды. Өзін ғана артық бағалайды. Өзін ғана ерекше жақсы көреді. Өйткені ол сұлу. Оның өз сұлулығынан қуат алып ләззаттанатыны сондай, кейде қасында Сәкеңнің барында байқамайтын сияқты. Сұлулығы оны асқақ, тәкаппар қылып, жанын жарылқап қуантып, асқақтатып. Содан да болар, сұлу әйелдің жанында тей-тейде тыртық жоқ. Сәт сайын айнаға қарап, ажарына тамсанып, сымбатына сүзіле қарайды. Кәрі күйеудің махаббаты мен ақшасы сол сұлулықты одан сайын ашып, ажарландыра түскен. Уақыт өткен сайын Сәкеңнің көңілі ортайып қалатын кездері көбейді. Тіпті өкінгендей ме? Кейде жас әйел құрбыларымен караокеге кетіп, ұзақ айналады. Кафе, сауна, спа салондар. Оның бұдан жасыратын құпиясы да көп сияқты. Бұның әңгімесі оған түк қызық емесінде аңғарған. Сәкең бір көлеңке сияқты сезінеді өзін. Бара-бара бастапқы от сөнді. Құштарлық қызу өшті. Ол өзінің жанындағы сұлу әйелден тек тұтынушыны ғана көре бастады. Өйткені олардың сөз әлемінде тек қана керек, қажет деген сөздер ғана қалды. Менің анда-мұнда баруым керек, шотымды толтыру керек. Жаңа модельдер таңдаймын. Ақша керек. Өзінің мүлден бөтен тіпті жан дүниесімен қоса түгел алсыданмен тұрып жатқанына көзі жеткен сайын түн ортасында оянып алып, өзін құлазытқан жалғыздығынан қайдағыны шақырып, ақыры есінен таяқ жеп тынатын ит секілді ұлып қоя бергісі келетін. Ол өзінің не істегенін енді түсінді. Ең қымбатын өзіне қажетсіз арзан қолға алмастырып алған екен. Әрі қарай не істерін білмеді. Өзінің кінәсін мойындауға бірдеңе жібермейді. Балшық жағылған бетімен айнаға қарауға да әзір емес еді. Соңғы кездері Сайраны ойлай беретіні шығарды. Балаларын жиірек көргісі келіп, үйіне барғыштайтын болды. Балалар барған кезде бұрынғыдай қуанысып қалса да, ержеткен ол, бойжеткен қыз, өзімен өзі. Үнсіз, есік ашып сол бойда бұның бетіне қарағысы келмей, басқа бөлмеге жылыстайтын Сайраны көрген сайын оның қабағынан сыраңдығысы, бірдеңе ұққысы келеді. Оның алдында өзінің бүгежектеп қалатын байқайды. Бұның осыдан 7 ай бұрынғы жазарып, өңі кіріп, қағанағы қарқ болған келбеті пәс тартып, керісінше байтасап кеткен Сайраның қабағы жазыңқы секілді көрінетін несі. Өзі бұрынғысынан жазарып, мол денесі ықшамдалып, әдеміленіп кеткен бе? Жаны тыныш болғаннан ба, әлде бұл жоқта біреуге көңіл ауды ма екен? Ол сонда да бұнсыз өмір сүруге үйреніп алған ба? Осы өміріне риза болғаны ма деген ойлар Сәкеңнің онсыз да қоңылтақсыған жанын құлазытып, ішін суытып өтеді. Кейде оның Сайраға телефон шалып, бірдеңе айтқысы келетін сияқты. Бірақ оның алдындағы айыбынан кейін өйтуге де батпайды. Тіпті өзінің қателігін түзей аларына да сенбейді. Бораш қайтсашы, Бораш, сен досымсың ғой. Арағайындыққа жүрсең, қателескен досың үшін Сайраштың алдына барсаң дегенді айтуды да біртүрлі еркек басына, дәрежесіне ары көреді. Бораш қанша жерден досы болса да, басымды қатырма, кезінде не дедік саған десеше. Өйткені Сәкеңе басында жасың 50-ден асқанда бұның не деген жанашырлардың бірі Бораш дос еді. Бірақ Сәкең ондай ақыл айтқыштарды бірден байқап, жанынан жылыстап кететін. Махаббат дегенде кесел, адам оған шалдықса, орталық нерв жүйесі қозып, алдартын ойлатпайды. Сол кезде адам мас болады. Мас адам не істемейді? Мас адамға сен сөйттің деп ренжуге болады ма? Ондай кезде саусағына Сүлеймен патшаның болда өтеді деген жазу бар сақинасын тағып қойсаң да, есін жия алмас анық. Сайраш кешірер ме екен бұны? Шейдесін үтіктеп жатып, көз алдынан бәйбішесінің байсалды жүзі елес беріп, оның баяғы жас кезіндегі ерке қылықтары ойына оралып, кейде жұмыстағы компьютерінде сақталған отбасылық суреттерге ұзақ қарап отыратын әдет тапты.
Жас әйелмен аралары барған сайын суй берді. Өйткені ол да ештеңеге риза болмайтын, қабағы ашылмайтын, қайдан келдің, қайда кеттің деп қазымырлана беретін кәрі күйеуінен месі болғанын жасыра алмайтын болды. Бір күні досын жас әйел дуалап алды. Әйтпесе тым жақсы жігіт еді деген шәк келтірмейтін Бораш обал не керек, Сайраға барып, кім қателеспейді, өмір ғой. Бәлкім ойланарсың дегенді ұзақ сонарлатып жеткізіп келді. Сайра не деді? Деді Сәкең оны көрген бойда. Ештеңе. Қалай сонда? Сен уайымдама досым, деді Бораш ыңыранып сөйлейтін әдетімен. Сосын асықпай телефонында біреуге жауап берді. Біраздан кейін барып ыңыранған күйі, әйелдің де намысы бар ғой. Қанша жерден байы болсаң да өкпе деген оңай емес. Бірден келе қойсын дегенді қайдан айтсын. Бірақ көзінен көрдім, үзілді керсілді, қарсыда емес сияқты. Ең болмаса, балалар үшін де ойланатын шығар деді досы. 8 ай өткенде самай шашы бозара түскен Сәкең өзінің баяғы үйінің қоңырауын басты. Сайраш, мен сөйлесейін деп едім. Сайраш, сен мені кешіре аламысың? Кешірмесің білемін, деді еркек бір кезде шарасы таусыла күрсініп. Мен қателестім. Бірдеңе болды маған. Сайраш, енді бір рет шанс берші. Сайраның тамағы бітіп қалған ба әлде сөйлегісі келмеді ме, тырс етпеді. Сайраш, әйелде үн жоқ, мелшиіп тұр. Екі ұрты суалып, жүзі солғын тартқан күйеуіне қарап, жас әйелі қуып жіберген бе деп ойлады да тұрып, кіренді деген күйі бұрылып кетті. Осындай ауыр үнсіздікпен 2-3 күн өтті. Әкелерінің үйде ұзағырақ бөгелгеніне балаларда әрі таңғалып, әрі қуанғандарын жасырмады. Бірақ ешкімнің бұл жайында әңгіме қозғауға батылдары жетпеді. Адамды кешірген жақсы, бірақ кейде кешіру арқылы өзіңді екінші рет өкпелетуге мүмкіндік беретінің де рас нәрсе. Сайрада күйеуін кешіргісі келген. Бірақ ол мұны әлсіздігі деп түсінсе қайтеді. Ертең бір айнала беріп қайтадан. Кім біледі оны? Ал баяғыдан бері қасында келе жатқан күйеуін бес саусағындай білемін дегенді Сайра енді айта алмайды. Өйткені білем деп жүріп аузы аңқайып ақымақ болып қалған. Ал кешірмесе өзіне де оңай болмасын сезеді. Онсыз да соңғы кездері іші лайға толып, қабар қалап жүргендей ауырлап қалжырап жүр. Тіпті сыртыңнан ештеңе сездірмесең де арқаңнан бірдеңе басып тұрғанын жасыра алмайсың. Әрі берден соң кешіре алмауда тұрғанда ештеңе жоқ. Егер бұны шын көңілден жасау қолыңнан келмесе, демек бұған әлі әзір емессің. Ендеше Сайраның оны кешірмеуге қақы бар. Кешіруге болмайтынды кешірем деп өзін қинағанда не табады? Сол күні олар үйде екеуден-екеу қалды. Екеу де үнсіз. Ауыр үнсіздікте не барын тек екеуі аңғаратындай. Бір кезде Сайра балконға шықты. Оның соңынан Сәкең де балконға беттеді. Түнгі қаланың самала жарығы мұңқы болып көз тартады. Өмір негізі қиын емес, қиындататын өзіміз. Қарапайым бақытты сезіну үшін көп ақыл керек пе деп ойлады ол осы сәтте қаланың қызыл-жасыл көрінісіне жоғарынан көз салып тұрып. Әрі қараған Сайрадан бір жылы леп ескендей сезілді. Осы жылуды қайра сезіне алса ғой. Сәкеңнің дәл осы сәтте елінің жанын қуантатын, кешірім тілей тұрып, өзінің ішкі сезімін білдіретін бір сөздерді тауып айтқысы келген. Бірақ қаз қылғандай ойына ештеңе түспеді. Ол әжептеуір үлкен ұжымда басқаратын бастық болса да, соншалықты шешен сөйлемейтін. Осы уақытқа дейін әйеліне жылы сөз айтып та қарық қылмапты. Біраз үнсіздіктен соң бір сұлба балконнан ішке қарай еңбекшеді, екінші сұлба оны тоқтатты. Күйеуі бұның білегінен ұстағанда Сайраның шеке тамыры ысып кеткендей болды. Ол бүгін үстіне жақында сатып алған ұсақ гүлдері бар көгілдір көйлегін киген еді. Соңғы кезде біраз жүдеген болса да, тап осы сәтте балконның ауасы тамырсық тартып, көйлегінің кеуде тұсы тарлық еткенде кеудесі қысылғандай болды. Сайраш, кешіре алмасаң айт, мені көргің келмесе кетем. Бірақ оған емес, өзім бөлек тұрам. Оған енді бармаймын. Қабылдамады деп саған ренжуге қақым жоқ. Бәріне өзім кінәлімін, деді тарғыл дауыс.
Қайтадан ұзақ үнсіздік орнады. Ол міне қасында тұр. Бұның күйеуі. Кешіре алмасаң айт деп міндетсейді тағы. Бұл кешірмеймін деген бір ауыз сөз айтса, қандай жағдайда да шешімі дайын. Еркектің өзімшілдігі мен көкірегі баяғы, оның осы мінезінен бұның жүрегі ауырып, жаны тапталып жатқанын ол еш уақытта ойлаған емес, ойламайды да. Қайтсем екен. Өзің жақын тұтқан адамға өкпелеп, күн кешу не деген азап еді деп ойлады әйел, ыстық жасы бетін күйдіре тұрып. Екеуі де балкон терезесінен сыртқа мағынасыз көз салды. Екеуі бір-бірінің алдында жауап беруден қашып, сол терезе сыртындағы кеңістікке сіңіп кеткісі келетіндей. Сайраш, мен түсіндім. Мен қылған ол сен. Сенімен отау құрғаннан кейін ғой, осы дәрежеме жеткенім. Сен менің берекем екенсің. Енді қалған ғұмырымда. Болды, қойшы, жетеді. Бұдан кейін ешкім үндемеді. Олар ұзақ тұрды. Олар осы үнсіздікте шам жақпай-ақ, қараңғы жерде бір-біріне ішін ашып сөйлесіп, түсініскендей. Ауыздарын ашып әлдене айтып жатпай-ақ өзара ұғысқандай. Бір кезде олар сыбырласып сөйлесе бастады. Тіпті өзара не айтып жатқандары естілмей қалды. Олар ұзақ сөйлесті. Біз неге сыбырласып тұрмыз, деді бір кезде әйел даусы. Баяғыда, есіңде ме? Екеуміз алғаш сөйлесіп жүргенде бақта келе жатқан едік қой. Бір кезде жаңбыр жауып кетті. Тіпті сатырлап қатты жауғаны сонда екеуміз тоңып қалып едік қой. Сол кезде қолшатырдың астында осылай сыбырласқанымыз. Есіңде ме? Я, есімде деп жымиды Сайра. Бір кезде екі сұлба қосылып біреуге айналып кетті. Олардың арасында дәл осындай жып-жылы жақындық болмағалы қанша уақыт. Екеуі ара жақындық. Балкон қараңғы болса да, көше жарығымен әйелдің жанары нұр шашып тұр еді. Сен енді менен бойыңды аулақ салмайсың ғой, солай ма, Сайраш? Сайра күйеуінің құшағынан өзіне таныс жылуды сезініп тұрып кешіре алғанда жақсы екен деп ойлады.